Мыс адамға ежелгі заманнан бері белгілі 7 металдың бірі. Жалпы адамзат құрамында аталмыш металл бар 170 минералды анықтаған екен. Мыс Цельсий бойынша 1083 градус температурада балқиды. Мыс пен мырыштың құймасы латунь деп аталады. Мыс пен қалайыны біріктірсе қорғасын пайда болады. Ал мыс пен никельдің құймасы мельхиор деп аталады. Мыс олимпиада медальдарының құрамында да бар. Айталық, қорғасын медальдарда оның үлесі 97% болса, күміс медальдарда 7,5%. Бірақ ең алдымен мысты өндіріп, өңдеу қажет. Казминералс ұсынады. Мыс кенді өзгеше байту. Казминералстың ашық карьерлерінде өндірілген кен жаңадан салынған байыту фабрикаларда қайта өңделеді. Алдымен карьерлік жүк көліктер кенді алғашқы үгіту қондырғысын алып келеді. Қабылдау бункері бірден 2 көліктен түскен кенді сыйғыз алады. Мұнда кен 80%-ға ұсақталып, одан әрі жердегі конвейер арқылы фабрикаға жеткізіледі. Фабрикада бірінші болып кенді өздігінен жартылай сақтайтын диірмен өңдейді. Бұл жерде әлі де ірі кен бөліктері бір-біріне және арнайы болатшарларға соқтығысып, одан әрі ұсақталады. Осы кезеңде технологиялық су құйылады. Айтпақшы, диірменнің жұмыс барысындағы дыбысы өзгеруі мүмкін. Ол ұсақталған кеннің көлемі мен санына байланысты. Мәселен, бос диірмен қажетті деңгейде жүктелген диірменге қарағанда көп шу туғызады. Өздігінен жартылай ұсақтайтын диірменнен шыққан кен мен судың қоспасы шар диірмендеріне бағытталады. Бұл жерде болат шарлардың саны 5 тіпті 10 есе көп. Солардың арқасында кен ысқыланып кетеді десе болады. Сөйтіп, сұйық қоспа пульпа күйінде флотацияға жолданады. Казминералстың жаңа кен байыту фабрикаларында пульпаға ауа беру үшін пневматикалық флотомашиналар орнатылған. Оларда түсті металдардың минералдары ауа көпіршіктерімен бірге сұйықтықтың бетіне көтеріліп, арнайы науаларға төгіледі. Кен массасынан түрлі минералдарды ажыратып алу үшін пульпаға кезек-кезек химиялық реагенттер қосылады. Сөйтіп, түрлі камераларда белгілі бір минералмен байытылған көбік жиналады. Ал флотациялық машинаның түбінде байытудан кейін қалған шлам немесе қалдықтар арнайы қалдық сақтау орнына жинақталады. Негізі қаныққан көбік қоспасы концентрат болып табылады. Бірақ оны сұйық күйінде қолдану және тасымалдау қолайсыз, әрі көп шығынды талап етеді. Сол себепті концентратты судан айырады. Концентратты қоймадағы мөлшектерді бигбектерге салады. Олардың әрқайсысында орта есеппен 2 тонна концентрат бар. Бозшакөлдегі ұнтақ күйіндегі мыс концентратының құрамында 20%-дан 28%-ға дейін мыс бар. Жобалық қуаты кезеңінде Бозшакөлдің фабрикаларында тәулігіне 940 бигбек қаптайды. Ол шамамен 1900 тонна немесе 30 темір жол вагонына тең. Енді мыс концентраты мыс балқыту зауытында тағы да өзгереді. Сөйтіп, ол олимпиада медаліне айналуы мүмкін.